Ағбын Ақтобырық жолының 105 километрінде ГИБДД тоғынжыларына автомобилер сөрезін тоқтадарға келес барған. 11 час 5 минутыда асықтаға өрт үзіржен көліксер апчанай алдызында бензин паза дистоплива тарлылған машина көшетіп сағбы кірген. Сақандоқ екі экипаж жолға сығыпсқан. Пилттер алдыңдызаң олызыға базы бір жеді салған. Өрт үзірерінде прай шеті кізі аралысқан. Водитель Сергей Сальмановичтың соғынан ол Ағбынан Абазазар 17 тонна горючий апарчатқан. Цистернының экипелінде бензин пірсінде дистоплива. Асқысты прайниме жақсы болған. 12 километр базынан сондағы тегелек жарық төріпскен. Резина ізіп көйсіған. Анды да әдіс шары-шашыры парарына қорқыс болыпсқан. Машинаны тоқтадып, водитель өртті позы өзірсіған. Полызыға басқа водителер келгенер. Шехазыршыл отты Чабра базарға пербен. Анды да өрт өзіржөнерге сағбы еділген. Олар шалынға күс алынырға пербенер, бензин базасалярка шерге шайылбан. Саныр керешлепші, соқтар пасталарының техниканың палғалысты сайлар көптелші. Әде асқы сайманда шылсай писше өрт сықлы барша. Кемді ертен двигательні шылытша, кемді аз қоты қайық жоқ артысылша. Әмектерде ергі болып көйіпшілер. Өрт өзіржіңнер шонзар оға сейсіктік боларға керек деп айрыныс итчелер.